Армысыздар, қадірменді отандастар. Кейінгі жылдары Қытай Қазақстанда инфрақұрылым мен саудаға ден қойып, бізге соғыссыз кіре бастады. Қытайдың аймаққа жұмсақ күш элементтері арқылы ықпал етуге тырысуы да байқалады. Шығыстағы көршінің мүддесі жайлы Джакишевтің командасындағы сарапшылармен сөйлестік. Шекара толықтай ашық. Қытай Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстанда ықпалын күшейткісі келе ме? Бұл тұрғыда дәл осындай форматта жиын өткізіп жүрген Ресеймен бәсекелесе ме? Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қытайдың шпионы емес пе? Қазақстанда салынбақ 2 АЭС құрылысының біріне ресейлік, екіншісіне қытайлық компанияның бас болуы туралы шешімнің астарында не жатыр? Халқым, бұның бәрін бізге Джакишев пен оның жақтастары айтып берді. Бастысы, олар қазақ үкіметі Қытай астына жатып баратыр деп алаңдап отыр. Егер сізде Қытайға орыспен тең айбалтаны дайындау керек десеңіздер, лайк басып, арнамызға жазылыңыздар. 2024 жылға дейін Қазақстанның ең негізгі сауда серіктесі Ресей болған. Былтыр оны Қытай басып озды. Қазақстан мен Қытайдың қарым-қатынасының артуында Тоқаевтың рөлі қандай? Мысалы, жақында Мәскеуде өткен жиында Тоқаев Си Цзиньпинмен қатар отырып, сөйлесіп отырды. Оның бұрын Қытайда оқығаны және сонда елші болғаны әсер етіп отыр ма? Ресей Қазақстанның ірі сауда әріптесі болып қала береді. Тоқаевтың Қытаймен қарым-қатынастағы рөліне келсек, оның жеке білімі мен тәжірибесі шешуші фактор деуге келмейді. Бірақ оның үдерістерге зиян келтірмейтіні анық. Қытай тарабынан қарағанда, Тоқаев оларды түсінетін, тілін білетін тұлға. Бұл сенім орнатуда маңызды рөл атқарады. Дегенмен бұл белгілі бір қауіп те тудырады. Мұндай қарым-қатынасты бір ғана адам басқаруына жол берілмеуі керек. Тоқаевтың осы бағыты сыртқы саясат пен мемлекеттік аппарат ұстанымына қаншалықты сіңетіні маңызды. Бірақ, әрине, мемлекет басшысы өзге елдің көшбасшысымен сол елдің тілінде сөйлесе алуының кері әсері болмайды. Жақында Нью-Йорк Таймс басылымы Ресейдің ФСБ-сіне тиесілі құпия құжатқа сілтеп, Ресейдің барлау қызметі Қытайдың ықпалына алаңдап отырғанын жазды. Құжатта Қытайдың орталық Азияға ықпалын арттырып жатқаны да айтылған, және Путин мен Си Цзиньпин бірін-бірі серіктес деп таныса да. Ресей барлау қызметінің Қытайдың Мәскеу ықпалындағы аймақтардағы белсенділігіне алаңдап отырғаны жазылған. Сіздіңше, бұл нені білдіреді? Екі ірі сыртқы держава бір аймаққа назар аударып, байланыс орнатуға ұмтылған кезде бәсеке болмай қоймайды. Бұл бәсекенің шиеленіске не қақтығысқа ұласуы көптеген факторға байланысты. Ресей мен Қытайдың орталық Азиядағы ықпалына келсек, Украинадағы соғыс бұл қарым-қатынаста белгілі бір бетбұрыс болды. Қазір жаһандық деңгейде Ресей мен Қытай арасындағы серіктестікте кімнің жетекші, кімнің қосалқы рөлде екені анық байқалады. Қытай ештеңе демей-ақ жетекші рөлге ие екенін байқатып жүр. Ал Ресей бұл шындықты мойындағысы келмейді. Қытай бұл артықшылығын бетке баспайынша, екі ел сырттай достық қарым-қатынасты сақтай алады. Бірақ астыртын деңгейде, әсіресе барлау қызметі үнемі қауіп іздейтіні белгілі. Сондықтан Ресейдің федералды барлау қызметі Қытайдың белсенділігін қауіп деп бағаласа, бұл таңғалатын дүние емес. Өйткені ол шын мәнінде қауіптің бірі. Бұған дейін Қытай аймақта негізінен инфрақұрылымға инвестиция салып келсе, қазір ол саяси және мәдени жұмсақ күшпен ықпал етуге де кірісіп отыр. Орталық Азия жаһандық қарым-қатынасқа ашыла түскен сайын Қытайдың ықпалы да әртүрлі салада арта береді. Жол құжаттың жарияланып кетуі, әрине, қызық жайт. Дегенмен барлау қызметінің қандай қауіп-қатер төнуі ықтимал екені жайлы осылай ойланатыны мені аса таңғалдырмайды. Орталық Азияда қазір кім ең белсенді әрекет етіп жатыр десек, ол сөзсіз Қытай. Сондықтан негізгі бәсекелес сол болса, барлау құрылымдары оны төніп тұрған қауіп деп қарастырады. Бұл қалыпты құбылыс. Қытайдың оңтүстік атты стратегиялық жоспарында 7 аймақпен байланысты нығайту көзделген екен. Карнеги зерттеу орталығының жазуынша, ықпал ету аймақтарын таяу шығыс, Африка, Латын Америкасы, Тынық мұхиты аймағы, Оңтүстік Азия, Оңтүстік Шығыс Азия және Орталық Азия деп топтастырыпты. Сіздіңше, Қытайдың сыртқы саясаттағы жүрістері кейінгі жылдары қалай өзгерді? Бұл үрдіс, шын мәнінде, 2008 жылғы Пекин Олимпиадасынан бастау алады. Қытай өзін әлемге жаңа деңгейде таныстырып, барлық салада тез ілгерілей бастады. Бұл өрлеу Орталық Азияны да айналып өтпеді. Қытайдың ықпалы негізінен сауда арқылы жүзеге асып отыр. Халық саны бойынша ол қазір бірінші орында болмаса да, экономикасы ең ірілердің бірі және орасан зор өндіріс қуатына ие. Осы қуаты арқылы Қытай бүкіл әлеммен байланыс орнатып үлгерді. Мұндай байланыс өзара тәуелділікке алып келетіні анық. Бірақ бұл тәуелділік екі жақты. Қытайға ғана емес, серіктес елдерге де тән. Сондықтан қазір әртараптандыру басты саясатқа айналып отыр. Қытай әр аймақта ең басты әріптес болмауы мүмкін. Бірақ бүкіл әлеммен байланыс орнатуы оған белгілі бір деңгейде қауіпсіздік береді. Сонымен қатар Қытайдың бір мезгілде бүкіл жерде маңызды болуға тырысуы жаһандық гегемонның сипаты. Қытай дәл осы жолға түсіп кеткенін жоққа шығару қиын. Сіздіңше, кейінгі 10 жылда Ресейдің орталық Азияға ықпалы қалай өзгереді?
Ал Қытайдың ықпалы ары қарай арта бере ме, әлде бірқалыпты күйде бола ма? Аймақтағы қазіргі күштер теңгерімін бұл саммиттер бірден өзгертіп жібереді деп айту қиын. Бірақ біз кейінгі жылдары бұл форматтардың тұрақты әрі жүйелі түрде өтіп жатқанын байқап отырмыз. Қытай өз тарабынан аймақ елдерімен екінші президенттік саммитін өткізіп жатыр. Ал ақш көбіне сыртқы істер министрлері деңгейінде байланыс орнатып келеді. Және осы бағытты қазіргі әкімшілік жалғастыратыны байқалады. Мұндай тұрақты кездесулер күш тепе теңдігін өзгертпесе де, ұзақ мерзімді қарым-қатынастардың қалыптасуына мүмкіндік береді. Бұл шетелдік серіктестерге аймақпен жүйелі түрде байланысып, өз саясатының нәтижесін бағалауға мүмкіндік беретін құрал. ақш тарабынан жақында байқалған жаңа бағыттардың бірі сирек кездесетін пайдалы ресурстарды игеру. Бұл болашақта кеңеюі мүмкін сала, бірақ ол да күштердің жалпы теңгеріміне түбегейлі ықпал ете қоймайды. Алайда бұл аймақ елдеріне өз мүддесіне сай бағыттарды дамытуға тағы бір мүмкіндік береді. Қысқаша айтқанда, аймақ елдері қанша әріптес тарта алса, соғұрлым өздеріне тиімді болады. Сондықтан бұл саммиттердің қалай дамитынын бақылау маңызды. Кейінгі жылдары геосаясатта орталық Азияның рөлі артқаны байқалады. Мысалы, С5+1 форматында ОА елдері басшыларымен ақш, Қытай, Германия, тіпті Жапония кездесті. Әрине, мұндай саммит Кремль басшысының қатысуымен ұдайы өтеді. Пекин бастама көтеріп, 5 елдің басшыларын осыдан 2 жыл бұрын Қытайға шақырып еді. Енді екінші саммит Қазақстанда өтіп жатыр. Сіздің пікіріңізше, бұл нені білдіреді? Шынымен, орталық Азия геосаясатта стратегиялық аймаққа айналып келе ме? Орталық Азия қашанда стратегиялық маңызды аймақ болған. Бірақ оның маңызы бұрын онша еленген жоқ еді. Алайда көршілес елдер бұл аймақтың рөлін жақсы түсініп келді. Кейінгі 10 жылдықта бұл өңірмен топтық форматта жұмыс істеу тәжірибесі жиіледі. Бұл алыстағы державаларға бүкіл өңірмен бір мезетте байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Бұл тәсіл орталық Азия үшін де пайдалы. Осылай аймақтағы ынтымақтастықты ынталандырады және сыртқы ойыншыларға әр елмен жеке келіссөз жүргізбей-ақ ортақ келісімдер жасауға жол ашады. Сондықтан орталық Азия Еуразияны жалғайтын маңызды көпір әрі ықпалды аймақ болып қала береді. Аймақ маңызының артуы Украинадағы соғыспен байланысты ма? Мен бұл процестерді Украинадағы соғысқа тікелей байланыстырмас едім, өйткені кейбір бастамалар соғысқа дейін-ақ пайда болған. Мысалы, ақш пен орталық Азия елдерінің С5+1 форматы соғыстан бұрын бар еді. Бірақ Қырым аннексиясынан кейін қалыптасты. Ресей мен Қытайдың осы аймақта ықпалын біріктіруі орталық Азияның геосаяси рөлін арттыруға белгілі бір деңгейде түрткі болды. Бұл жалғыз себеп емес шығар, бірақ соғыс басталғалы бері бұл форматтың маңызы арта түсті. Таяу шығыс тұрақсыз, Ресей санкция астында қалып отыр. Кей сарапшы соның есебінен орталық Азия Қытайдың батыс Еуропаға апарар құрлықтағы негізгі экономикалық дәлізіне айналып келеді дейді. Қытайдың осы аймаққа көз салуының басты себебі деп осыны айта аламыз ба? Әлде мұнда тағы басқа мүдде бар ма? Меніңше, Қытайдың орталық Азиямен қарым-қатынасын нығайтуға 3 негізгі стратегиялық мүддесі бар. Бұл процесс әсіресе 2013 жылы бір белдеу бір жол бастамасы жарияланғаннан кейін жандана түсті. Біріншісі сауда жолдарын әртараптандыру. Қытай әлемнің барлық елімен сауда жасайды, бірақ соның басым бөлігі теңіз арқылы жүзеге асады. Ал орталық Азия мұхитқа тікелей шыға алмайтын құрлық аймағы. Бұл жағынан алғанда, Қытай үшін артықшылық бар. ақш бұл бағыттағы саудаға кедергі бола алмайды. Үнді тынық мұхиты аймағында болса, Қытайдың негізгі сауда бағыттары ақштың одақтастары және серіктестерімен қоршалған. Бұл болашақта қиындық тудыруы мүмкін. Ал Еуразия арқылы өтетін бағытта ондай кедергілер жоқ. Әрине, бұл жерде басқа қатерлер бар. Бірақ бұл жалпы сауда мен транзитті әртараптандыру саясатының бір бөлігі. Екіншісі табиғи ресурстарды игеру. Орталық Азия табиғи ресурстарға бай аймақ. Қазір сирек кездесетін минералдарды өндіру маңызы артты. Қытай бұл салаға біз оны стратегиялық мәселе ретінде атай бастағанға дейін-ақ араласа бастаған. Үшіншісі қауіпсіздік. Қытайдың орталық Азиямен байланысы мен инвестициясы, әсіресе елдің батысындағы Шыңжаң өңірінің тұрақтылығы үшін пайдалы ынтымақтастықты қамтамасыз етеді. Осы 3 фактор Қытайдың бұл аймақта белсенді әрекет етуінің басты себептері.